Баршаңызға сәлем. Мен бүгін жуса менен сиыр етінің фаршынан манты жасағалы жатырмын. Мұнымыз без глютен. Тұз салдым. Және де дәміне қарай қарабүріш қоссаңыздар болады. Әуелі жақсылап фаршымызды тұзбен, пиязбенен туралап алып араластырамыз. Мен мұнда жақсы пиязбенен картошканы ұсақтап турадым. Алдын ала дайындап қойдым осылай. Сосын жақсылап араластырған екен мен жусайды осылай турадым. Сіздер керегіңізше араластырасыздар. Мен осылай шамалы фаршқа қосып жатырмын. Өйткені өте дәмді, керемет болып шығады. Осылай жақсылап араластырып, тұзын бұрышын сіңдіріп қойып қоямыз. Келесі кезекте қамырына жасауға көшеміз. Менде мына жерде 175 грамм ұн, шер ұнын қостым. Без глютенсіз ұн. Осылай қасықпен алып ыңғайланып алыңыздар. Және де 4 грамм тұз салдым. Салып қойдым. Бірақтан суын осылай құйып араластырамыз. Менде 150 грамм су. Осылай иін қандырып жақсылап қоямыз. Шер ұнынан жасалған мантыларымыз дайын болды. Кәдімгі ақ ұннан жасалған қамырдай болып шығады, піседі. Дәмі өте керемет. Қамыр өте жұмсақ, дәмді болып пісірілді. Сіздер де жасап көріңіздер.